Баршаға сәлем достар, сіздермен Султан Фильмс. Бүгінгі видеода Уроки Фарси атты киноға шолу жасаймын. Алдымен арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз. Ал ендеше шолуды бастайық. Жилия Кремені өзге босқындар секілді шекарада тұтқын қалады. Сосын оларды немістер бір жерге алып бара жатты. Жол жөнекей ер адам кітапты жарты бутербродқа ауыстырады. Және кітаптың парсы тілінде екенін айтады. Папа. На фарси это значит папа. Сосын кенет көлік тоқтайды. Немістер шығып адамдарды ата бастайды. Бірақ Кремеге тимей қалады. Ол офицерлерге еврей емеспін, перспін деп айқай салады. Кейін жарты бутербродқа ауыстырған кітабын көрсетеді. Фильм жергілікті лагерде жалғасады. Мұнда Клаус хатшысын түсініксіз жазғаны үшін ұрысып жатыр еді. Осыдан соң оның адамдары Кремені алып кіріп, персті тапқанын айтады. Басында ол сенбейді, бірақ кітап бұл шынымен перс секілді деген ой салады. Осылайша Клаус қызығып, баба сөзінің аудармасын сұрайды. Креме лезде бұл оның ана тілінде әке деген мағына береді деп жауап береді. Бұған жауап ретінде Клаус Иранның астанасын сұрайды. Креме Тегеран дейді. Клаус жаңа тапсырма ойлап табады. Бұл бірнеше жол кітап оқу. Креме болса тығырықтан жол тауып, не оқуды, не жазуды білмейтінін айтады. Клаус онда бір нәрсе айтуын бұйырады, және оны алдау жақсылыққа алып бармайтынын ескертеді. Креме әрине ойына келгенін сандырақтайды. Клаус оған жұмыс беріп, жұмыстан соң оны өз тілін үйретуге міндеттейді. Осылайша ол өзінің алғашқы кезекшілігіне шығады және жұмысқа кіріседі. Бүкіл жұмыс уақыты бойында ол жаңа сөздер ойлап табуға тырысты. Осылайша ол ас бөлме заттарына және дайындап жатқан тағамдарға ат қойып шығады. Келесі кездесулерінде Клаус соғыс біткен соң Иранға көш өтпек ниетімен бөліседі. Сондықтан ол жоспар құрып шығыпты. Ол күніне 4 жаңа сөз жаттау керек еді. Соғыс шамамен 2 жыл болса, перс тілін жақсы меңгеріп аламын дейді. Креме тамақ туралы ойлап тапқан сөздерін айтып береді. Ал казармаға қайтқан кезде Клаусқа айтқандарын қайталайды. Себебі бір бұрыс жауап берсе, оның өмірі аяқталатын. Келесі күні Клаустың кабинетіне Пауль келіп, Креме барлық қыры бойынша еврейге ұқсайтынын айтады. Клаустың жүзінде күлкі пайда болады. Бірақ ол кенет ашуға ұласып, енді бұл жайлы айтпауды бұйырады. Сонан соң өз хатшысын да жұмыстан босатады. Себебі оның орнын енді Креме басатын. Қыз қатты ызаланады. Жауап ретінде ештеңе айта алмағандықтан ас бөлмеде ызасын шығарады. Ал Кремеге жаңа тапсырма ретінде 40 сөз аударуды бұйырды. Креме болса мұнда тек 39 сөз барын айтады. Сонда Клаус шындық сөзін қоса жазуын өтінеді. Бұл бір-екі сөзді зорға ойлап тауып жүрген Кремені аң-таң етеді. Бұл сәтте асханада екінші қатардағы жауынгер Кремеден қалай құтылуды ойластырып жатқан еді. Осылайша оны лагерден шығарып алады. Ал жауынгер оған қайда жүретінін көрсетеді және қашып жатқанда атылды деп сылтаулатпақ болады. Мұның ойластырылған жоспар екенін білмеген Креме орманға қарай қаша жөнеледі. Ол орманда отырған ер адаммен кездесіп қалады және оған онда қайтуыма болмайды дейді. Егер бүгін 40 сөз берсе, ертең ол тағы да көбейе беретінін айтады. Бірақ ер адам оған қайтуға кеңес береді және Креме солай жасайды. Ол өзіне келер-келместен Клаус оны шақырып алады және журнал толтыруды бұйырып 45 минут уақыт береді. Кейін 40 сөзге кезек келді. Журнал толтырып отырып Кремеге керемет идея келеді. Екі парақты қосып есімдердің арасында жаңа тіл ойлап табу. Ол фамилия және атындағы әріптерді алады. Осылайша өтірік парсы тіліндегі сөздер пайда бола бастайды. Осы сәтте Клаус қайтып оралып, жігіттің жазуын ұнатып қалады. 40 сөздің дайын болғанын көрген Клаус жазылу мен оның айтылуын тексермек болады. Тізім алдында болғандықтан жігіт сұрақтарға қиналмай жауап береді. Келесі жаңа сөздерді ойлап табу күні келді. Ол өзге адамның есімін сұрау арқылы жүзеге асады. Бұл сәтте Клаусты комендант өз бөлмесіне шақырады және перс тілін үйрену қалай болып жатқандығын сұрайды. Жауабына Клаус тек өзінің бауырының қасына көшіп өткісі келетінін айтады. Комендант таң қалады. Себебі оның жұмысында мүлде мұндай сөздер жоқ болатын. Сонда да комендант 35 адамға ас дайындауын өтінеді. Кешке тамақ жасап жатып, Клаус перс тілін әрі қарай үйренуге ниет білдіреді. Кейін біз пикникке ауысамыз. Мұнда Креме айтқан істі екі етпей орындап жүреді. Клаус перс тілінде ағаш қалай аталатынын сұрайды. Креме болса раж деп жауап береді. Ал одан алдыннанды раж дегені есінен шығып кеткен жігіт оңбай таяқ жейді. Болған оқиғаны ойлана келе, Клаус жауынгерге перстің енді қажет еместігін айтып, оны ауыр жұмысқа жібереді. Мұнда Креме барлық күшін жоғалтады. Азаптан құтылу үшін ойлап тапқан тілінде сандырақтай бастайды. Оған Клаусты алып келеді. Жігіттің сөйлеп жатқанын естіп, Клаус барлығын түсінеді. Ол Кремені ауруханаға жіберуді бұйырады. Мұнда жігіт толық емделіп шығады. Бірақ байқамай, ойлап табылған тілде сөйлеп жатқанын айтады.
Дәрігер оның не сандырақтап жатқанын түсінбейді, бірақ Клаустың оған ештеңе жасамауды бұйырғанын айтады. Кременің жағдайы жақсарғанда Клаус кішігірім отчет жасау үшін өзіне шақырады, бірақ одан алдын ісі үшін кешірім сұрайды. Клаус басқа бөлмеге кеткенде жігіт бір нәрсе жазбақ болады және оған жаңа киімдер беріледі. Осылайша олар сабаққа қайта кіріседі. Келесі күні түскі ас уақытында әйел лагерь ішіндегі өзектерді тыңдап, оларды Клаусқа жеткізеді. Бұған ол тек күледі және барлық адамдарды көшіру күні де жетеді. Осыған орай Клаус коменданттан персті өзімен қалдыруды сұрайды. Комендант жауабына оның үстінен доклад түскенін айтады. Онда өз хатшысын сол жалған перспен қарым-қатынаста болғандықтан босатып жіберді делінген екен. Өсекті кім таратқанын ұғып, әлгі қыздың айтқанын комендант қайтады. Что у вас крошечный пенис? Ал кешке Креме өзімен перс тілінде сөйлеуді өтініп, қалған күдіктің барлығын сейілтеді. Клаус оны таңертең фермаға алып кететінін айтады. Ол қалғандарын жаңа жерге ауыстырады. Келесі таңда Креме тағдырлары оларға күліп қарамаған адамдарға қарап өтеді. Күші таусылған жігіт келіп, жұмсақ сабан үстінде құлайды да шикі картопты тістеп жібереді. Таңға жақын ас бөлмеге комендант келеді де өзі жайлы өсек таратқанды шығыс майданға жібереді. Надеюсь, вы найдете там очень много того, чего вам здесь не доставало. Ал Креме қайтып келгенде, жауынгер оның алдында кім тұрғанын өте жақсы білетінін айтады. Креме болса казармаға қайтып жатып, жерде Абиба деген жазуы бар қуыршақты тауып алады. Жігіт бірнеше күн алдын көмір толып жатқан жерлерде жүріп, өзінің өмірінде болып жатқан оқиғаларды ой елегінен өткізеді. Осылай қыста түседі және жаңа адамдар келіп жетеді. Креме әрқайсынан аттарын сұрап, жаңа сөздер ойлап табады. Кейін Клаус оны шені бойынша шақырмауды өтініп, оған жақсы тамақ береді. Жігіт тамақты казармаға алып кетуді сұрайды. Клаус ойланбастан бұл тамақты жеп, өзімен бірге кешке 1-2 банка ет алып кетуге рұқсат береді. Креме онымен мылқау жігітті тамақтандырады. Лагерге жаңа тұтқындар алып келеді. Арасында болжамды этникалық перс шығады. Оның барлығын Креме көмектескен жігіт байқайды. Жауынгердің бақыттан басы айналады, себебі бұл Кремені әшкере қылатын жалғыз ғана мүмкіндік еді. Жауынгер Кремені алып жаңаға перске келгенде, оның біздің әлемнен кетіп қалғанын байқайды. Ызаланған ол Кремені өлтіре жаздайды. Оны ер адам шығып, өз кінәсін мойындап, өз ажал құшып құтқарады. Келесі күні Мас Клаус лагерге оралып, екеуінің арасында достық әңгіме қозғалады. Кейін Клаус ертең адамдарды көшіретінін, сол үшін Кремеге фермаға баратынын айтады. Және Клаус, егер жігіт оған жұмыс жасап жатса, ештеңеден қорықпауын сұрайды. Тіпті 20 банк етке бәсекелеседі. Сонда Креме егер оны өлтірсе, сол еттерді жей алмайтынын өкінішті дейді. Казармаға келгенде, ертең барлығымен бірге болатынын біліп, қоштасу ретінде ол пальтосын сыйға беріп, таңға дейін терезе алдында қарап тұрады. Келесі күні Креме барлығымен бірге кетеді. Бұл ақпарат Клаустың құлағына жетеді. Басында оларға көрінген секілді дегенімен, уақыт жоғалтпау керек еді. Сондықтан Клаус олардың артынан аттанады. Ол қатарды қуып жетіп, Кремені алып кетеді. Жауынгерлер олардың артынан түседі. Клаус лезде басына тапанша қойып, оларды жіберуді бұйырады. Себебі бұл оның тұтқыны. Мұндай суыққандылықты көріп, жауынгер оларды жібере салды. Біраз алыстаған соң Креме оларды сендер секілді адамдар деп үн қатады. Келесі күні одақтас армия лагерге жақындап қалады. Сондықтан барлығына дереу бұл жерді тастап кетуі керек еді. Клаус Кремені тауып алып өзімен бірге алып қашады. Оны Кременің құпиясын ашуға құштар болып жүрген жауынгер көреді. Олардың ізінен түскенімен қуып жете алмайды. Сосын келіп барлық көргенін комендант қайтады, бірақ оған жай ғана кетуін бұйырады. Бұл уақытта Креме мен Клаус орманға жетіп қалды. Клаус өз формасын тастап, оны Тегеранға апаратын ұшақ күтіп тұрғанын айтады. Ал Креме болса, басы ауған жаққа кете берсе болады. Келген сәтінде Клаус парсы тілінде сөйлей бастайды, бірақ оны ешкім де түсінбейді. Осы сәтте ол Кремеге сеніп, өзінің өрескел қателік жібергенін түсінеді. Кейін оны тұтқындайды. Ал одақтар армиясының лагерінде сұрақтан өтіп жатқан Креме өзімен бірге бұл лагерде өмір сүрген 2840 адамның есімін айтып бере алатынын айтады. Көзіне жас алып тұрып, Креме олардың есімі мен фамилиясын айтады. Мишель Брюза. Дидье Лавик. Осымен киноның соңы. Достар, егер кино ұнаған болса, арнаға жазылып лайк басып кетуді сұраймын. Және де бұл киноға, және де шолуға 10-нан неше балл бересіздер. Сол жайлы жаза кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.